Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздерменен CapCut бағдарламасында осылай видеоға эффект қою жайлы сабақ өтетін боламыз. Менде мысалы мына материалдар бар, мына жерде видеоларды осылайша таймлайн бөліміне тастап алдым. Көріп тұрған болсаңыздар, мына видеолардың арасында ешқандай переход жоқ. Бұл жай қарапайым, қандай переходы жоқ видеолар, яғни бір-біріне жай ғана қосылып шыққан. Енді осы видеоның ортасына переход қою үшін мына нүктені басамыз. Мына жерде трендте болып жатқан бізге эффектілер, переходтарды бізге CapCut бағдарламасы осылай ұсынады. Осылай кез келген переходты біз видеомызға осылай қойып алсақ болады. Яғни мен мына жерде мына эффектіні, мына переходты қоямын. Яғни өздеріңіз көріп тұрғандай. Мінекей, бұл жерде переходтың ойнау уақыты да бар. Мына жақта 7 секунд деп қойыпты, 7 секундқа дейін. Ал егер сіз видеоңызды ұзын қылып созып қоятын болсаңыз, мінекей екі видеоның арасындағы переходты осылайша қойған кезде осылай созып қойса болады деген сөз. Мінекей, дәл осылай сіздер видеоларыңызға осылай переходтарды қойсаңыздар болады. Енді бұл CapCut бағдарламасының 14-ші Pro версиясындағы переходтар. Бұлар ақшалай тұрады негізінде барлығы. Енді сізде өзіңіз қалаған видеоның арасында осылай переходтарды осылай таңдасаңыз болады. Енді переходтар мына бетте, трендтегі переходтар мына жерде бізде шығып тұр. Осылардың кез келгенін өзіңіз қалағанша осылай қойып, осылай уақытыменен қойсаңыздар да болады деген сөз. Мінекей, енді мына жерде Pro деп тұр. Мына жерде Pro переходтар, яғни бұл ең мықты зор переходтар, яғни Pro өзі аты айтып тұр. Pro деген профессиональный деген есептеледі. Ал мына жерде наложение деп қойыпты. Наложение деген мінекей, яғни екі видеоның арасына осылайша наложение қылып қойылатын эффектілер. Мына жерде жанрлары өте көп. Мына световой эффект деп қойыпты мына жерде. Мына жерде движение деп қойыпты. Енді сіздің видеоңыздың стиліне сай осы переходтарды қойсаңыздар да болады. Мына жерде размытие деп қойыпты. Мінекей, размытие, мына основной дейді, маска дейді. Мінекей, мына масканың мына переходтары да өте әдемі екен. Яқта сдвиг деп қойған. Бұл тура бумажный переходқа жатады десе де болады. Мына жерде глич эффектілер, яғни глич эффектіні жақсы көретіндер үшін мына жерде өте көп переходтың түрлері бар екен. Глич переходтар, искажение деген бар екен. Яғни сіздің видеоңызды искажение ететін переходтар болып есептеледі. Мінекей, яғни сіздерге жалпы сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Осы переходтарды өз видеоларыңызға пайдалансаңыздар да болады. Енді мына жерде бір сұрақ туылуы мүмкін сіздерде. Мысалы мына жерде біз видеоны мен кішігірім қылып алайын. Мына жерде мына переход маған ұнады десеңіздер, например, осы переходтың барлық видеоға қою үшін переходтың үстіне басамыз. Мына жерде переменить ко всем дегенді бассаңыз, сіздің бүткіл видеоңызға осы бір переход қойылатын болады. Мінекей, егер қаласаңыздар переходтың үстінен басасыздар, және мына жерден кез келген переходты өздеріңіз қалауларыңызша осылай қойып шықсаңыздар да болады деген сөз. Яғни сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі видео сабақтарда кездескенше сау саламат аман болыңыздар.